Бүгін президент Тоқаев отандық бизнес өкілдерімен кездесу барысында үкіметтің ұсынып отырған қосылған құн салығының тым жоғары екенін айтты. Бір жағынан бизнестің дамуына кедергі келтірмейтін, екінші жағынан бюджеттің кірісін арттыратын салық мөлшері қандай болу керек? Артық эмоциясыз, нақты аргументпен дәл қазір осы тақырыпты ашық алаңда талқылайтын боламыз. Кеш жарық. Ұлттық арнада ашық алаң, студияда Назым Жанғазы. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Енді талқыға өте өзекті тақырыптардың бірін салып отырмыз. Егер де осы тақырып бойынша қосымша сұрақтарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, біздің тікелей эфирге міндетті түрде хабарласып отырыңыздар. Мен студиямызға келген спикерлермен таныстырып өтейін. Еркін Әбіл, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, Нұрлыбек Шаймаханов, Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі салық және кеден саясаты департаменті директорының орынбасары. Ертілда Таутенов, экономикалық зерттеулер институты акционерлік қоғамы басқарма төрағасының орынбасары. Қош келдіңіздер. Енді мынандай сұрақ. Өткен аптада енді үкіметтің кеңейтілген отырысында осы қосылған құн салық тақырыбы көтерілген болатын, иә. Бұл тақырып бойынша енді үкімет бұл құн салығын 12%-дан 20%-ға көтерсек деген ұсынысты талқыға салды. Енді әлеуметтік желілерде көріп отырмыз, талқы кәдімгідей болып жатыр. Бәріміз талқылап жатырмыз, иә? Осы орайда біз өзіміздің көрермендерімізге түсіндіріп кетейікші, осы қосылған құн салығы деген не, оны кім төлейді? Рұқсат болса мен айтайын. Қосылған құн салығы деген бұл жанама салықтың түрі, яғни тауарды немесе бір қызметті көрсеткен кезде қосылған құнға салынатын салық. Және де бір сіздің сөзіңізді нақтылап өтсем, қосылған құн салығын мөлшерлемесін 20%-ке көтеру туралы ұсыныс айтылған жоқ. Ол жерде тек мөлшерлемені көтеру туралы ұсыныс айтылды. 20% деген ол жерде ешқандай сөз болған жоқ. Яғни қандай мөлшерлеме екені, қандай деңгейде болатыны, оның барлығы есептеулер жүргізіліп, сол есептеудің нәтижесінде анықталатын болады. Қосылған құн салығы әлемде көп кең таралған салықтың түрі, яғни тауардың осы өндірісі кезеңінен бастап тұтынушыға жеткенге дейін әрбір кезеңде қосылған құнға, яғни маржа болсын, соған салынатын салық. Яғни қосылған құн салық дұрыс жұмыс істеу үшін осы тауардың шикізаттан бастап тұтынушыға жеткенге дейін барлық этапта салық салынса, қосылған құн салығы өзінің қызметін дұрыс атқарады. Жақсы, енді Еркін мырза, енді халықтың арасында жүрсіз, депутатсыз, осы орайда. Енді халық өзінің пікірін айтып жатыр ма сіздерге? Бізге қоссаңыздар, біздің тауарымыз қымбаттайды, сатып алып жатқан қызметіміз қымбаттайды деген пікірлермен бөлісіп жатыр ма? Есіңізде болса, осы мәселені осыдан бір жыл бұрын алғашқы рет көтерді үкімет. 16% деген сонда бір ұсыныс айтылған болатын. Сонда сарапшылардың да көбі, мына депутаттар да қарсы шыққан. Мына соңғы бізге түскен, қыркүйек айында түскен жаңа салық кодексінің жобасында, мен өзім сол жұмыс тобындамын, соны қарау жөніндегі. Бұндай ұсыныс жоқ. Сондықтан 28 қаңтарда болған, кеңейтілген отырыста болған ұсыныс, бұл ауызша айтылған ұсыныс, ресми ұсыныс емес. Бізге ол ресми түрде қандай мөлшерлеме болады, болмайды, көтеріледі, көтерілмейді деген. Яғни талқыға салынған әлі мәжіліске ол кірген жоқ. Сондықтан мен бүкіл жерде, мына Фейсбукта, парақшамда да айтам, біз бұны әлі мына нақты талқылап жатқан жоқ, себебі ондай нормалар бізге түскен жоқ. Оны біз тек қана күтіп отырмыз. Бұқаралық ақпараттық құралдарында, әлеуметтік желілерде журналистердің бәрі жазып жатыр, 20%-ға дейін, мысалға сіз айтып жатырсыз маған. 20%-ға деп айтылған жоқ деп, бірақ барлық жерде жазып жатыр. Айтылды. Мына осы талқылау болған кезде мына не ретінде, ұсыныс ретінде айтылып кетті. Бірақ енді бұл 20% деген бірден мына 8%-ға көтеру,
оны біздің мына аманаттың депутаттары да ашық айтты. Дәл солай механикалық автомат түрде көтеріп және де мына шегін қазіргі 87 миллионнан 15 миллионға дейін түсіру, ол дұрыс емес. Ол мына жанама салық деген оның мәні неде? Бұл салықты тұтынушы төлейді негізінде. Ана дұрыс әріптесіміз айтып кетті, ол жиналады да аяғында соңғы мына товардың, біз алып жатқан товардың құнында болады. Сондықтан оның бәрін төлейтін кәдімгі қарапайым халық тұтынушы. Оны жұрт түсінеді. Сондықтан ана 20% деген сөз айтылып кеткенде, әрине оны бәрі талқыға, бізге де телефондайды, айтады. Соңғы мына кездесулерде айтып жүр. Біздің мына кәсіпкерлер де сол мәселені кәр талқылап жүр. Сосын тағы бір айтып кететін ерекшелік, кейбір біздің белсенділер дұрыс түсінбеді. Мына бүкіл бизнеске салынатын салықты есептеді. Мына күнделікті жұртпен жұмыс істейтін, бөлшек саудамен айналысатын іскерлер бұл салықты бүгін де төлемейді, ертең де төлемейтін болады. Нақты айтайықшы, мысалы ретінде үйдің жанындағы дүкенде нан сатылады, азық-түлік сатылады, яғни бұл дүкен бұл салық төлемейді. Олар бүгін де төлемейді, қосымша құн салығын ертең де төлемейді. Оларға ешқандай қатысы жоқ. Мына бөлшек саудамен айналысатын B2C дейміз біз. Ол бизнес халыққа қызмет ететін бизнес түрі, халыққа қызмет ететін. Олар төлемейді. Бірақ оларға мына қосымша құн салығымен товар келеді. Сонда осы олар көтерме түрде алған товар, оның құны өседі. Сондықтан олар мәжбүрлі болады өздерінің товарларының құнын өсіруге. Бірақ олар тікелей ондай салық төлемейді. Оларда қазіргі арнайы салық режимі бар, сол арнайы салық режимімен қалады. Оны да түсіндіру керек болып еді, бірақ уақытында түсірмеді. Кеше ғана министр бүгін бе кеше ме соны айтып кетті. Мына жанындағы дүкен, халыққа қызмет ететін іскерлер, олар қосымша құн салығын төлемейді деп бүгін ғана айтып кетті. Бірақ жалпы әрине баға өсуіне ол әсер етеді. Нақты 20% болмаса да, біз енді әртүрлі варианттарды қарап жатырмыз қазір. Бізге ресми түрде түспесе де, бірақ біз де қазір есептеп отырмыз, қандай варианттар қалай әсер ететін. Әрине, әсіресе қазір бізде онсыз да баға өсіп жатыр. Салық саясатын өзгертпеген өзінде баға өсіп жатыр. Тарифпен байланысты, мына жанармайды реттеу тоқталып жатыр. Ол да әсер етеді, оны жұрт түсініп жатыр қазір. Оған қоса енді 20% дегенде, енді товар 20%-ға қымбаттайды деген сөз емес ол. Ондай кейбір сарапшылар сондай есеп бере бастады, ол дұрыс емес сондай есептер. Бірақ бәрібір қанша бір 4%, 7% болсын ба, бәрібір өсу болады, ол түсінікті. Сондықтан әрине талқылап жатыр. Менің ойымша, мына соңғы бір апта болған талқылау, бұрын біз салық саясатын ешқашан бұлай талқылаған жоқ сияқтымыз. 20 деген сан бәрімізді шошытты. Мысалға, экономика министрлігінен мырза айтып жатыр, енді ондай сан болмады деп, бүгін президенттің өзі де айтты, 20% деген тыңдық. Айтылған жоқ, министрдің өзінің баяндамасы болды ғой, ұсыныс айтылған жерінде, ондай сан айтылған жоқ. Ол жерде тек мөлшерлеме көтеру туралы ұсыныс айтылды. 20% қаяқтан шықты онда? Ол жерде ол әлеуметтік желіде, әртүрлі желіде таралған ақпарат шығар, енді ол жерде, бірақ ресми түрде ондай ақпарат болған жоқ. Одан кейінгі мәселе, мына есептеулер жүргізілетіні айтылды. Қандай мөлшерлеме болады, қандай салаларға қатысты болады, қандай санаттарға қатысты болады. Және де жаңа айтып отыр, бөлшек сауда режимі деп, оны қолданатындар осы 2 миллион 300 миллионнан оборотқа дейін, айналымға дейін сол салықты режимін қолдана отырып, қосылған құн салығын төлемейді. Және де бүгін айтылған мәселе салаларға байланысты әртүрлі мөлшерлеме қарастыру. Яғни ол жерде қазіргі мөлшерлемеден төмен де мөлшерлеме болуы мүмкін. Ол дегеніміз кейбір салаларға керісінше жақсы болуы мүмкін. Яғни
көптеген елдерде қарап отырсақ бізде мысалға бір ғана мөлшерлеме 12, сосын 0 мөлшерлемесі бар. Көптеген елдерде негізгі мөлшерлеме жоғары 20%, 25%-ке дейін, бірақ кейбір салаларға, маңызды салаларға төменгі мөлшерлеме бар. Маңызды салаларға бізде қандай салаларды жатқыза аламыз? Ерілді мырза. Маңызды салалар жаңа алдыңғы спикерлер айтып өткендей, бұл жерде халықпен жұмыс істейтін салалар. Мысал ретінде айтайықшы, мысалға 5-6 мысал айтыңызшы, мынау. 5-6 мысал мен қазір нақты мына сала деп айтпай-ақ қояйын, өйткені ол әлі белгісіз, оны президент айтты, талқылаңдар, зерттеңдер деп. Енді біз енді экономикалық зерттеулер институты болғандықтан сол зерттеулерді жасап жатырмыз. Бірақ әлі ешқандай шешім жоқ. Нұрлыбек әріптесімде айтып отқанына қосылам, нақты мөлшерлеме әлі белгісіз. Ол 14 бола ма, 16 бола ма, 20 бола ма, барлық есептеулер жүргізіліп жатыр. Бизнес өкілдерімен, ғылыми қоғаммен, тәуелсіз сарапшылармен барлығы талқыланып жатыр. Шешім әлі қабылданған жоқ. Қай салаға дифференциацияланған мөлшерлеме, қанша салалар жаңағы арнайы салықтық режим дейді, бөлшек саудаға кіретіні, оның бәрі әлі талқыланып жатыр. Енді жігіттер айта алмаса да мен айта аламын. Айтыңыз, бізде енді қазір пікір талас демей қойық, біз халыққа түсіндіріп отырық дейікші бүгінгі эфирде, сондықтан да түсіндейікші қарапайым тілмен барлығы. Енді жігіттердің позициясы түсінікті. Олар енді артық сөзді айта алмайды. Неге айта алмайды? Жоқ, қателесесіз. Нақты сұрақ болса айтамыз. Жоқ, бұл әлі шешім жоқ, нақты шешім жоқ. Сондықтан алдын ала ақпаратты беруге болмайды. Ал енді бірақ қандай сала болу керек деп ойлаймын, мен мысалы депутат ретінде. Мына әлеуметтік маңызды товарлар. Оның ішінде азық-түлік. Оның ішінде мысалы дәрі. Менің ойымша осы салаларға мына қазір енді халық фармацевтика яғни, иә? Оның да қарау керек, қандай дәрілер. Фарм бизнес енді ол кәдімгідей үлкен бизнес қой, ақша көп. Бірақ бұл әлеуметтік маңызды. Оның әлгі бір 10%-ға өсуін халық сезінеді. Азық-түлік, оның ішінде бәрі емес, мысалы, бүкіл товар топтарына мысалы бірден азайтуға болмайды. Мысалы, нан бір бөлік, мысалы. Ал енді уылдық деген, немесе құнды әлгі балық түрлері деген, ол басқа категория. Сондықтан қарау керек, мына әлеуметтік маңызды товарларға менің ойымша қазіргі мөлшерлемеден азайтуға болады деп ойлаймын. Оны нақты, дұрыс айтады жігіттер, нақты қазір мөлшерлемені айту қиын, себебі есептеу керек, қандай әсер ететінін. Бірақ кейбір товар топтарына азайтуға болады деп есептеймін. Ал енді керісінше көтеруге болатын да салалар бар. Оны да қазір айтуға болады. Ол мысалы күнделікті қажеттілік емес товарлар. Оның ішінде мына адамның денсаулығына зиян келтіретін товарлар, мысалы. Бір депутат мырза оның ішіне кола мен айфонды кіргізіп қойды, мысалға. Сол товарлар ма? Қанты бар ішімдіктер, сусындар жөнінде бірнеше жыл бойы ол мәселе айтылып жатыр. Оны жеке әлгі ненің әлгі акциздік товардың қатарына кіргіземіз деген ұсыныстар қазір бар бізде. Оны қарап жатырмыз. Менің ойымша осындай товарларға мысалы қосымша құн салығын көтеруге болады. Түсінікті. Енді қараңыздаршы, мен журналист ретінде факт-чекинг жасау керекпін. Экономика министрлігі ренжімеңіздер, бірақ мына жерге мен бұқаралық ақпараттық құралдардан шығарып жатырмын 20% туралы. Мысалға, Инбизнес KZ жазып жатыр. Яғни бұл жерде ашық алаңда біз өзіміз тауып жазған жоқпыз 20% деген санды. Қазақстанда қосылған құн салығы қазіргі 12% деңгейден 20%-ға көтерілуі мүмкін дейді. Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин осы мәселені қарастыру туралы айтты дейді. Яғни бір факт-чекинг жасай жібердік, енді біз Қазақстан ұлттық арнасына тұрғандықтан. Келесі тақырып, президент салық мөлшерлемесі сараланған болу керек деп айтты. Сараланған, яғни қай салалар жоғары, қай салалар төмен болған дұрыс деп біз жаңада осы тақырыпта талқылап кеттік. Енді дегенмен бүгінде бизнес өкілдерімен кездесу барысында президент те осы тақырыпты айтып жатыр ғой. Осыдан 10 жыл бұрынғы маңызды
секторлар дейікші, маңызды салалар осы жылға ауысты ма? 10 жылдың ішінде бір өзгерістер болды ма? Әлде 10 жыл бұрын болған тізім қазірде көтеріліп, сол тізіммен бір осы салаға салық төлемейміз деп жүреміз бе? Әлде бір өзгерістер бола ма бізде? Енді мысалға алатын болсақ, ең әрқашан маңызды сала ауыл шаруашылығы. Бірінші кезекте ол ауыл шаруашылығына бүкіл тамақ өнімдері, бүкіл тұтынатын өнімдердің барлығы ауыл шаруашылығының өнімдері. Сондықтан ол жерде және де қызмет ететін адамдардың саны өте көп. Бізде азаматтар көп жұмыс істейді. Сондықтан ауыл шаруашылығына ерекше көңіл бөлінген. Ол қазіргі уақытта олар қосылған құн салығын төлемейді, шаруа қожалықтары. Менің ойымша, енді оларды қалдыруға болатын сияқты, өйткені олар негізгі тамақтың бағасына әсер ететін солардың өнімдері. Одан кейін енді шағын бизнес, өзін жұмыспен қамтыған азаматтар айтып жатыр, шаштараз және басқа такси қызмет көрсететіндер, халыққа қызмет көрсететіндер. Олар ешқандай жалдамалы жұмыс жалдамай, өз-өзін жұмыспен қамтып, өздері қызмет көрсетеді. Ондай азаматтарға арнаулы салық режимі қазір көзделген, және де салық кодексінің жобасында, жаңа салық кодексінің одан да жеңіл режим көзделіп отыр. Яғни олар салық төлемей, тек әлеуметтік төлемдерін ғана төлейді, өйткені олар енді өздерінің зейнетақы аударымдары, осы әлеуметтік аударымдарын төлеп, сол 15 миллион теңгенің шамасында табыстап отырып, жеңілдікпен жұмыс істей береді. Оларға бұндай реформалардың қатысы болмайды. Сондықтан осындай салалар міндетті түрде олар бұрыннан да басым болған, және де басым болып қала береді деп есептеймін. Жақсы. Әріптестеріміз айтып отыр, қазір студиямызға көрермендеріміз хабарласып отыр екен, телефон арқылы қосыңыздар, құрметті әріптестер. Кеш жарық, сөйлеңіз, біз сізді естіп тұрмыз. Алло. Мен айтайын дегенім, ауылда отырған крестьянский хозяйство ма, жай шаруа ма, барлығы товар өндіруші. Тек қана оларды СПК-ға біріктіріп, СПК-ға біріктірсе, количество, качество, график керек. Егерде шетелге ет шығару үшін 200 мың тонна ет шықса, халықтың қалтасына сол 1 триллион теңге инвестдоход кіреді. Ол конвертацияға айналады. Сондықтан бүкіл бизнес соған бейімделеді. Сол қалтаға. Конвертация деген халықтың қалтасы. Тек қана интенсив технологияға айналдыру керек ауыл шаруашылығын. Аз малдан көп өнім, немесе аз жерден көп өнім. 1000 гектар бір ауылда асырайды. Егерде жаңағы неге көшсе СПК-ға, онда каждый ауыл өз графигімен қай уақытта бәленбай тонна, ол жерде зоотехник, агроном, бухгалтер, сол мамандықтар, сол әкім бар, бәрі управление жасап отырады. Тек қана рефрижераторлар керек, сосын хранилище керек, сосын арашайым участоктар, сосын спецтехникалар керек. Специально сол қазіргі технологиямен шөп дайындайтын. Мен өзім агроном ретінде кормопроизводство деген өзі бір наука. Оны тек қана СПК-ның центрі ғана нету керек. Ол наукамен айналысатын. Каждый адам айналыса алмайды. Дала шөбі қазіргі нетіп атқан, әлгі жаңбырдан шығатын ғана шөп, ол азық емес. Высокопротеиновый кормопроизводство керек біздің ауыл шаруашылығына. Интенсивті технология дейді ол. Аз малдан көп өнім. Қазір біз 19 ғасырдың әлгі малдың көптігімен даму, немесе жердің көлемімен даму, ол 19 ғасырда қалып қойған дүние. Қазір бізге ол өте қолайсыз. Сондықтан интенсивтіға көшіріп, жаңағыдай, егерде 200 мың тонна ет шықса, шетел бізден көптеген теңгені сатып алады, теңгенің курсы өзгереді. Сонда товар егерде 2000 теңге зарплата болу керек. Ол $2000 пара-пар болу керек. Сол курсқа жылжуымыз керек біз. Сонда жаңағы налог, бәрі 8 миллион аймақ налогоплательщик болып шығады, потенциальный налогоплательщик. Қазір ешкімде... Жақсы, бізде тікелей эфирдің уақыты тығыз еді, сондықтан сіздің ұсынысыңызды естідік. Спикерлеріміз пікірлер болса, міндетті түрде бөлісетін болады. Енді келесі сұрақ, қараңыздар, әлеуметтік аз қамтылған отбасылар бар, бізде. Ол отбасыларда қамтитын тауарлар бар, қызмет түрлері бар, Бұл қызмет түрлеріне, тауарларға қандай бір жеңілдіктер қарастырылуы мүмкін? Жаңа қайттан біз келіп жатыр ғой, саралау тақырыбына,
бір өзгерістер бола ала ма осы жерде? Ол енді тұтынушыға қарай бұл жерде істеу мүмкін емес, өйткені ол сатылатын тауардың түріне қарай беріледі, яғни кім тұтынады оған қарай ол салықты бұрмалау олай мүмкін емес. Яғни сол белгілі бір тауарлардың тізімі болуы мүмкін, белгілі бір тауарлардың категориясы болуы мүмкін. Сол белгілі бір топтар тұтынатын, көбірек тұтынатын тауарлар соларға бір жеңілдік жасалуы мүмкін. Ал енді бұл жерде дұрыс түсіну керек, осындай біз енді жаңа айтып кеттім ғой, әлеуметтік маңызды товарлар деп. Бірақ оны түсіну керек, мысалы әлеуметтік жағдай төмен адам барып алады сол дүкенден. Және де әлеуметтік жағдайы жөнді адамды барып алады сол бағамен. Сондықтан осындай категория бізге адрестік әлеуметтік көмек көрсету мәселесін қарау керек. Баға бәрібір өседі, оны шынын айту керек. Аз да болса бәрібір баға өседі. Сондықтан осы бағаның өсуін кішкене әлгі эффектісін жұмсарту үшін бізге қосымша қазір бюджеттен қосымша жоспарлап, осындай топтарға адрестік әлеуметтік көмек көрсету керек болады. Жақсы, бұл тақырыпты біз қазір үзілістен кейін ары қарай талқылайтын боламыз. Құрметті спикерлер, біз эфирдеміз, кептеліске түсіп, енді кешіп келген спикеріміз Абай Кенжебай, халықаралық экономист. Абай мырза, жаңа үзіліс кезінде де жаңа айтып жатсыз, бұл салық құны жоғары деп сіздің пікіріңізше, біздің енді азаматтарымыздың табысына қарай қанша болу керек салық құны? Ол негізі ең аз мөлшерлемесі біздің 5%-дан 10%-ның арасында болу керек, я болмаса ең жоғары дегенде кейбір ғана салаларға 12-15%-ның мөлшерлемесіне. Бұл тек қана мысалы бар ғой бізде салалар, мысалы ойын құмарлықпен байланысты салалар, мысалы акциздер төленетін салалар, алкогольдік ішімдер, сондай сатылымға байланысты, олардың салықтары әлбетте жоғары болу керек. Ал әлеуметпен байланысты, мысалы азық-түлікпен байланысты, оның салық мөлшерлемесі керісінше азайтылу керек. Қоғамдық тамақтану, көлікпен байланысты, мысалы тасымалмен байланысты, олардың салық мөлшерлемесі қосылған керісінше төмендетілу керек. Бұл дифференциациялаған, ол енді осындай мөлшерлемеге келетін болсақ. Ал шекті ғалымға келетін болсақ, яғни қосылған құн салығының яғни алымы, ол қазір 20 мың айлық есепті көрсеткіш, оның өзі де қазір жоғары болып тұр. Себебі өзіміз білетіндегідей ол инфляция. Инфляцияның өзі ол яғни 78 миллион орта есеппен алғанда жылына. Сол 78 миллион біз 12 айға бөлген кезде шамамен 6,5 миллионның қарамағына жетеміз. Оның өзі де 6,5 миллион деген ол табыс емес, 6,5 миллион ол айналым. Айналым дегенде сол айналымның я болмаса 5-10% ғана табысқа кетеді. Сол табыстың яғни мардымсыз үлесі енді ол түкке сол себепті біз қосылған құн салығының белгілі бір шегінің, яғни қолданатын шегінің мөлшерлемесін тіпті оны қозғаудың да қажеті жоқ деп есептеймін. Абай мырза, енді қараңыз, бюджет дефициті бар екенін білесіз өзіңіз. Сіз де жаңа дифференциация туралы айтып жатсыз, біз соны жасай отырып, қайттан сол деңгейге келіп қалмаймыз ба? Бюджетті қалай толтырамыз? Бюджетті дефицит ол яғни менің ойымша бір кейбір салаларда мысалы қысқартулар болды. Өзіміз білетіндей бізде жыл сайын елордамызда, басқа қалаларды айтпай қояйық, енді Астана қаласында жыл сайын жол жөндеуі болып жатады. Аш сөздің шындығын айтайық, біз жол жөндеу кезде ол жыл сайын жөнделе береді. Бұл түкке керек емес жағдай, себебі біз сол саланы қатаң бақылауға алуымыз қажет. Және өзіміз білетіндей, ол яғни жай ғана мысал ретінде қарастырдық. Қалай бізге жол керек емес, егерде жыл сайын бізге шетелден президенттер келіп жатады, халықаралық деңгейде кездесулер болып жатады. Жол енді сапалы салыну керек деп ойлаймын. Сапалы. Жолдың сапасы ол қатаң бақылауда болуы керек. Яғни жол бір рет сапалы салынатынды, оның яғни гарантиясы, яғни кепілділігі, яғни 5-10 жылға дейін созылуы мүмкін. Ал бізде өзіміз байқайтындағыдай әр жыл сайын елордамызда мысалы әр көшелерді мысалы әр жыл сайын жөндеуден өткізеді. Ол да мысалы үлкен шығын деп есептеймін. Сол деген бұл тек қана бір мысал ғой айтылған. Жалпы біз сондай ұсыныс жасадық, осы соңғы жаңа айтып кеткендей сауал жасалды ғой Аманат партиясы депутаттарының атынан. Сонда нақты бірнеше сондай бюджет толтыру жолдары көрсетілді. Мысалы бірінші ол мына салық жүйесіндегі бар жеңілдіктерді қайтадан қарау.
Бізде көптеген жеңілдіктер бар. Сол жеңілдіктер арқылы біз жыл сайын 9 триллион теңге салық алмай жүрміз. Сол жеңілдіктерді қайтадан қарау керек. Жеңілдіктердің көбі бойынша біздің министрлік, мысалы, олардың тиімділігі жөнінде айта алмайды. Себебі ешқашан ондай есеп жасалмаған. Тиімді ме, жоқ па? Мысалы, өзіміздің арнайы экономикалық зонамыз бар толып атқан. Ол жерде салық төленбейді. Менің ойымша, ол жеңілдік керек, бірақ ол мерзімді болу керек. Мысалы, 5 жыл болсын, білмеймін қазір. Ана бизнес кірді, жеңілдік алды, аяғына тұрды, жұмысты бастады, одан кейін жалпы режимге көшу керек. Басқа бізде салалық жеңілдіктер көп. Салалық жеңілдіктерді қайтадан қарау керек. Мысалы, қаржы секторында, басқа секторларда. Ол бірінші. Екіншісі, дұрыс айтасыз, мына бюджеттің шығысын қайтадан қарау керек. Бізде жалпы қысқартуға болмайтын мемлекеттік бюджетте республикалық жергілікті бюджетті қосқанда бір 50% ғана қысқартуға болмайтын әлеуметтік шығындар. Ал енді қалғандарын қарауға болады. Оның ішінде дұрыс айтасыз, ана субвенциялар, трансферттер жергілікті бюджетке республикалық бюджеттен баратын. Ол жерде мына бюджеттік кодекс енді Құдай қаласа сенаттан өтті, бізге қайтып келді, біз қараймызды президентке жібереміз. Сол жерде мына бюджет аралық қатынастарды реттеу мәселесі қарастырылған. Және де бізге жаңадан трансферттік саясатты жаңадан қарау керек. Мысал ретінде айтып кетейік, аяқ астынан мінекей бітті, ақшамыз жоқ, міндетті түрде субвенция керек деп жылдың аяғында біз ұлттық қордан алып өңірлерге қаражат бердік. Біздің мәжілістен өтті. Басқа амал жоқ, міндетті түрде бөлу керек. Әйтпесе бітті, мердігерлер ақшасын ала алмайды, жалақыны ала алмайды жұрт. Жыл аяғында 1 триллион 300 миллиард теңге жергілікті әкімдіктердің счеттарында қалды. Игерілмей. Сондықтан осындай бізде мына реттеп бюджет толықтыру жолдар бар. Мына салықты, әрине салық саясатын қайтадан қарау керек. Бірақ ол жалғыз сол бюджетті қалпына келтіретін жалғыз жол емес. Мына салық саясаты өзгереді. Және де дұрыс айтылып кетті, мына салық саласының негізгі мақсаты ол бюджетті толтыру емес. Ол мына экономиканың дамуына әсер ету. Сондықтан мына есеп жасаған кезде жалпы бұл тек қана бағаның өсуіне немесе бюджеттің толтыруына әсерін есептеу емес, әрбір саланың дамуына қандай әсер етеді, соны есептеу керек. Жақсы. Енді нақты айтайық, салықты көтерсек қалай дамытады ол сол саланы? Өзіңіз пікіріңізді айта беріңіз. Ол былтырғы ұсыныстан айырмашылығы, жаңағы кеңейтілген отырыстан кейін министр және үкімет мүшелері 3 сағат бойы брифинг берді. Сол жерде көптеген сұрақтарға жауап берген болатын. Ол алдыңғы ұсыныстан, алдыңғы жылғы ұсыныс ол механикалық көтеру болса мөлшерлемені. Бұл жерде үкіметтің ұсынып отқаны сол мөлшерлемені көтерумен қатар басқа салықтарды қарастырып, жеңілдетіп, осындай салық реформасының бір кешенді іс-шараларын жүзеге асыру. Бұл жерде ағамыз дұрыс айтады, қай салаларды дамыту керек, жаңағы льгота, жеңілдіктерді қайтадан қарастыру керек деген. Менің білуімше, қазіргі салық кодексінің жобасында 128 жеңілдіктерді қысқарту ұсынылып отыр, мысалы. Оған қоса жаңағы қаржы секторының, қаржы саласына корпоративтік табыс салығын 20%-дан 25%-ға дейін. Тағы да ойын құмар салаларға 25%-ға дейін көтеру деген сияқты әртүрлі ұсыныстар қаралып жатыр. Сол дифференциация қоса айтқан жаңа, ол КПН-нің дифференциациясы, НДС-нің дифференциациясы. Бұл жерде әртүрлі сценарийлер дейік, әртүрлі нұсқалар қарастырылып, талдау жасалып, соны есептеулер жүргізіліп жатыр. Абай мырза, сіз пікіріңізді аяқтадыңыз. Өмір сүріп жатқан, мысалы, 95% мысалы нелерге, мысалы, қолданатын тауарларға, қызметтерге ол ешқандай да әсерін тигізбеу керек, яғни керісінше кейбір мысалы салаларда керісінше қосылған құн салығының мөлшерлемесі одан да төмендетілуі керек. Мысалы, азық-түлік өндірушілері,
Тасымалмен айналысатындар, олар мысалы әлеуметтік маңызы бар мемлекет үшін, халық үшін маңызы бар. Сол себепті олардың мөлшерлемесі керісінше мысалы 12%-дан 10%-ға дейін төмендетуге біздің мүмкіндігіміз бар. Бүгінгі жиналыста президент те айтқан болатын, осы нұсқаны, яғни дифференциациялауды қарастырыңдар деп. Егер жаңағы арнайы салықтық режимде үй жанындағы дүкендер, клиентпен жұмыс істейтін қызмет түрлері оларға әсер етпейтін болса, және әлеуметтік маңызы бар тауарларға да босатылған болатын болса, онда жаңағы әлеуметтік осал топтарға бұл әсері төмен болады деп есептейміз. Жақсы, бізге WhatsApp арқылы көрермендеріміз сұрақ жіберіпті. Негізі қазір көрермендеріміздің барлығы сұрақ жіберіп, студияға хабарласып жатыр екен. Шынымен тақырып өте өзекті. Ауыл шаруашылығына НДС салынбайды. НДС деген қосымша құн салығы. Бірақ қыруар субсидия осы салада кімдерге беріледі? Солардан нәтиже болды ма? Бәлкім сол субсидияларды қарапайым шаруаларға беріп, үлкен кәсіпкерлерге беруді тоқтату керек шығар. Субсидияны қысқартуға қалай қарайсыздар? Сол кезде бюджет тапшылығы болмайтын шығар дейді. Өте жақсы ұсыныс айтылған. Осы мәселені біз жеке қарадық, субсидияны ауыл шаруашылығына. Шынын айтқанда бізде субсидияның, осы соңғы жылдары берілген субсидияның жартысынан көбін осы ауыл шаруашылығында істейтін 4% кәсіпкерлер алды. Ірі холдингтар, ірі кәсіпкерлер субсидияның жартысын алып кетті. Сондықтан қойылған сұрақ өте дұрыс. Мына жалпы ауыл шаруашылығына субсидия жүйесін қайтадан қарау керек. Бізде шынын айтайық, мына енді биыл өте жақсы өсім болды ауыл шаруашылығы. 12% ба? Жалпы өнімде берген. Субсидия алған туралы айтып жатсыз ғой, сол субсидия алғандар бюджетке қандай бір пайдасын алып келді? Қандай пайда түсті? Енді ауыл шаруашылығы жеңілдік, олар қосымша құн салығын төлемейді. Республикалық бюджет одан ешқандай пайда көрмейді. Енді әрине бұл әлеуметтік сала жалпы мына баға өспеуіне, мысалы ауылдың дамуына, ауыл шаруашылығының дамуына әсер етеді, бірақ тікелей республикалық бюджетке ол әсер етпейді. Сондықтан біз ұсыныс жасадық, осы республикалық бюджеттен берілетін қаражат субсидиялар, оның орнына жеңілдетілген несиеге жалпы көшіру жөнінде, және де субсидия бергеннің өзінде оның тиімділігін есептеу керек. Бізде өкінішке орай қазір субсидия берілгенде оның соңындағы тиімділігін тек қана жалғыз ауыл шаруашылығы емес, бізде әртүрлі жанама субсидиялар әртүрлі салада бар. Жеңілдіктер, бірақ оның тиімділігі өкінішке орай есептелмейді бүгінгі. Экономика министрлігі, сіздің пікіріңіз? Енді ол субсидия мемлекеттік қолдау шарасы ғой, жалпы тауардың бағасын төмендету үшін, шаруаларды қолдау үшін, сондықтан қолдау шарасы болу керек, айтып өткенде, бірақ оның тиімділігі маңызды мәселе, сондықтан бұл мәселе міндетті түрде қаралып жатқан мәселенің бірі. Ол жаңа айтып өтті, осы жерде бюджеттің шығындарын қысқарту мәселесі, оның барлығы міндетті түрде кешенді түрде қаралып жатқан мәселе. Ол қосылған құн салығының мөлшерлемесін көтеру тек бір ғана реформа емес, оның барлығы салық кодексінің жобасында басқа да шаралар бар. Айтып өтті, 128 салық жеңілдігін алып тастау ұсынысы бар. Одан кейін олардың тағы да қосымша ұсыныстар әзірленіп жатыр. Одан бөлек ұсыныстар болады. Салық әкімшілендіруін күшейту бойынша, соның салықтың жиналуын көбейту бойынша бөлек ұсыныстар болады. Және де шығындарды қысқарту бойынша ол бөлек жұмыс жүргізіліп жатыр. Яғни бұның барлығы кешенді жүргізіліп жатқан жұмыс. Одан кейін біздің түсінуіміз керек, қосымша бюджетке түсім алсақ, оның барлығы экономиканың нақты секторын дамытуға, негізінен барлығы оған негізгі бөлігі соны дамытуға жұмсалатын болады. Бұл дегеніміз экономиканың нақты секторын, яғни шағын орта бизнестен бастап, осы өндіріс салаларды, инфраструктуралық жобаларды қолдау, белгілі бір құрылыстарды қолдау, яғни жаңа жұмыс орындарын құруға, оның түпкі нәтижесінде осы халықтың әл-ауқатын арттыруға әкелетін бюджетте қосымша түсімдерді қамтамасыз ету. Енді Абай мырза, сарапшы ретінде, енді сіз тікелей эфирдесіз, сізді барлығы көріп жатқан шығар енді, енді жоғарыдағы да біздің мамандарымыз да. Осындай сұрақ қараңыз, сіз жаңа дифференциация туралы айттыңыз. Бір салаға салықты төмендету керек, бір салада көтеру керек деп. Сіз бір нақты мысалмен айта аласыз, мысалға мына салаларда 5 салада түсіру керек та, мына 5 салаға көбейту керек деп.
Бір нақты өзіңіздің бір мысалыңыз бар ма? Мысал ретінде азық-түлік өндірісі, мысалы әлеуметтік қажеттілігі бар, яғни бірінші қажеттілігі бар тауар өндірушілеріне. Оның мөлшерлемесі мысалы қазіргі 12%-дан 7%-ға дейін шамамен Түсірдіктер. Жақсы. 7%-ға Қай жаққа көтереміз? Көтеру керек, ол яғни ішімдік өндірушілер, темекі, ойын құмарлық, сонымен байланысты қызметтерге. Яғни солар шығарады. Олар да мысалы 12% көтереді, бірақ олардың енді шын өзіміз білесіздер, халыққа енді денсаулық министрлігі өзі айтады, мысалы халыққа зиян, олардың тіптен мысалы тыйым салу, бірақ біз тыйым сала алмаймыз. Бізде белгілі бір осындай бір шараны қолданады, яғни оның салығын мөлшерлемесін көбейту. Яғни оның керісінше халыққа қолжетімділігін мысалы азайту. Сондай. Ол енді не ретінде қарастыруға белгілі бір тетік ретінде. Жақсы. WhatsApp арқылы бізге тағы бір сұрақ келіпті. Шикізат экспортерлары төлеген қосылған құн салығын қайтадан қайтарып алып жатыр. Бұл бюджеттің көлеміне әсер етіп жатыр. Егер қосылған құн салығы өссе, оларға қайтаратын берешек одан ары өсіп кетпей ме дейді. Жақсы сұрақ. Кім жауап береді осы сұраққа? Қосылған құн салығының негізгі мәнісінде осы елден тауар шығып кетсе, басқа елге барған кезде сол жерде салынады қосылған құн салығы. Кез келген елде солай жұмыс істейді, яғни осы мемлекетте төленген қосылған құн салығы сол тауар бойынша қайтарылып келеді соңғы экспортерға. Ал басқа елде қосылған құн салығы салынады. Сондықтан бұл қалыпты жағдай, ол экономикадағы жағдайға байланысты болады, яғни экспорттың көлеміне қанша тауар шығарылды, соған байланысты көлемі көбірек болуы мүмкін, қайтарылуы тиіс қосылған құн салығы мөлшерлемесі сомасы одан аз болуы мүмкін, сондықтан ол тек экономикалық жағдайға байланысты. Мына тікелей бюджетке мысалы ол әсер етпейді, себебі бюджет сол ақшаны жинап алады да, дәл сол ақшаны қайтарады. Біз оны қайтармасақ, біз ертең бізде экспорт қысқарады, біз сата алмаймыз тауарларды. Бүкіл жерде мына екі жерден салынбау үшін қосылған құн салығы. Бізде бүкіл елдермен келісім бар. Біз мына шетелге шыққанда сол ненің товардың қосылған құн салығын қайтадан экспортерға қайтарамыз. Сондықтан бұл тек қана әлгі мұнай не сату емес, бүкіл товарлар бізден шыққан. Біз қосылған құн салығын қайтарамыз. Басқа елдерде сол салынады. Біз импорт, бізге келген импортқа біз бірден кіргенде сол салықты саламыз. Ал енді оны бізге сатқан елдер өздерінің өндірушілеріне қайтарады. Сондай өзі халықаралық жүйе, сондықтан оны өзгертіп жіберсек, біз ертең біздің экспортерлердің көбі экспортқа шыға алмайды, сата алмайды товарларды. Оны да түсіну керек. Бұл әлемдік практикада орын алған нәрсе, яғни барлық елдерде солай. Ағамыздың сөзін қоса кетейін. Еділ мырза, қазір үзілістен кейін сіз өзіңіздің пікіріңізді ары қарай жалғастырсаңыз, ренжімеңіз. Құрметті спикерлер, біз қазір эфирдеміз. Қараңыздар, 1995-2001 жылдары қосымша құн салығы 20% болыпты. 2001-2004 жылдар аралығында 15% болыпты. Сөйтіп сандары өзгеріп отырып, 2019 жылы 12%-ға түсіпті. 2009 жылы. Енді сол көтерілген кездерде экономикаға, бизнесқа бұл құн салығы қалай әсер етті? Бір сараптама бар ма бізде? Жалпы біз қарадық, осы қосылған құн салығын төмендеуімен осы түсімдер қалай өзгерді. Түсімдер азайды, бюджетке түсетін түсімдер азайды. Ең негізгі не осы жалпы ішкі өнімге шаққанда. Құн салығы өскен кезде бюджетке түсу азайды ма? Қосылған құн салығының мөлшерлемесі төмендеді ғой. Яғни осы қосылған құн салығынан түсетін түсімдердің жалпы ішкі өнімге шаққандағы көлемі азайып кетті, үлесі азайып кетті. Яғни ол бюджетте ақшаның азайын алып келді. Ол біртінде бұл әсер болмайды, бірден болмайды да, біртінде болса біздің бюджеттің жүктемесінің көбеюіне, шығындардың көп болу, табыстың аз болуына алып келіп, бюджетте тапшылықтың көбеюіне алып келіп отыр. Сондықтан бұл салықтың мөлшерлемесі төмендегенде теріс әсерлері бар деп айтуға болады. Бізде расында да кейбір эксперттер айтып жүр, осы 9 жылдан бастап біздің экономикамыз өсті деп, 9%-ға, 10%-ға өсті. Бірақ негізінде мына осы табыстар структурасын қарасақ, 9 жылдан бастап біздің экономикамыздың өсуіне мына шикі мұнайға бағалар әсер етті. Қосымша құн салығын
төмендетуі бізде тікелей бизнестің өсуіне әсер еткен жоқ. Бізде шағын бизнес өсті, бірақ ол мына қосымша құн салығымен байланысты емес, арнайы салық режиміне көшумен байланысты болды. Сол кезден бастап бізде шағын бизнес өсті. Ал енді бізде орта бизнес өскен жоқ. Керісінше бізде мына ірі бизнес бөлініп, орта бизнес бөлініп, шағын бизнеске кетті. Сондықтан мына тікелей сол 20%-дан бірте-бірте 12%-ға түсіру кәдімгі экономиканың дамуына әсер етті деп тікелей айтуға болмайды. Жақсы, студиямызға көрермендеріміз хабарласып жатыр екен. Қосыңыздаршы. Алло? Иә, саламатсыз ба? Иә, қайырлы кеш, аты жөніңіз, сұрағыңыз? Мен Абай облысынан, есімім Марат болады. Мына қосымша құн салығы өскеніне мен ешқандай қарсы емеспін, өсе берсін. Бірақ салықтың жүйесі өзгерсе дейді. Ол қалай? Мысалы, мен дүкенім бар, дүкенімде салынатын салық тұтынушыдан болса, потребитель, тұтынушыдан. Сонда біз тіркеліп, жаңағы барлығын кәсіби аппаратқа басып, ары қарай жұмыс істеуімізге жеңілдік болар еді. Бұл ұсыныс, иә, сіздің? Ол өзінде тұтынушыға түсетін салық бәрібір. Ол себебі ол товардың бағасында болады, бәрібір оны тұтынушы төлейді. Жақсы. Кейбір сарапшылар енді қосымша құн салығы өссе, елге инвесторлар көп келмейді дейді. Бұл пікірмен келісесіздер ма? Біз енді қазір инвесторлар тартып жатырмыз, елімізге келіп жатыр, иә? Президенттің басқа елге шыққаны инвестиция болып жатыр. Осы орайда не ойлайсыздар? Керісінше әлбетте ол әсер етеді. Бізге инвестиция тартымдылықты ол дегенді азайтады, егер бізде салықтың мөлшерлемесі жоғары болса. Кезінде мысалы біз инвесторларды тарту үшін 90 жылдар болсын, яғни кейінгі жылдар болсын, біз әлбетте оларға арнайы бір режимдерді енгізгенбіз. Мысалы белгілі бір уақытқа сізді мысалы жеке табыс салығынан босатамыз, қызметкерлер жеке табыс салығынан босатамыз. Сосын мысалы Астана хабтың несі де бар, мысалы ретінде ол жақта мысалы салықтан да босатылатын бір белгілі бір мөлшерлемелері, яғни белгілі бір дағдылары бар сол жерде. Тағы да бір айтатын жайт, ол яғни инвесторлық тартымдылыққа ол салықтың мөлшерлемелері төмен болу керек. Бұл өзім сөзсіз деп есептеймін. Ал салықтың егер мөлшерлемесі жоғары болса, ол керісінше бізде инвесторлық тартымдылықты енді айтудың да өзі енді қосылған құн салығының тікелей қатысы жоқ. Инвесторлар тартуға, инвестициялық климатқа қосылған құн салығының тікелей қатысы жоқ. Мысалға, оны енді басқа мемлекеттердің тәжірибесімен де салыстыруға болады. Көптеген мемлекеттерде қосылған құн салығы 20-25%-ке дейін бар, бірақ оларда инвестициялық климат нашар деп айта алмаймыз. Керісінше төмен мемлекеттер бар, бірақ оларда бізден жақсы деп айта алмаймыз. Қандай мемлекеттер? Енді Еуропаның мемлекеттері бар, мысалға Еуропаның мемлекеттері бар, оларда жоғары салық, бірақ оларда инвестициялық тартымдылық жоғары. Сондықтан ол жерде қарау керек, қосылған құн салығы емес, салықтарды қараған кезде табысқа салынатын салықтар. Инвестор үшін маңыздысы табыс табу. Нақты сөйлесші мысалы ретінде. Әрбір кәсіпорындың мөлшерлемесі тиімді мөлшерлемесі. Сіз енді жоғарыларды айтсаңызшы, мен сізден сұрап жатырмын ғой. Сіз енді айтыңызшы, Еуропа елдері емес, нақты мемлекеттерді айтыңыз, ол жердегі. Венгрия, Норвегияны мысалы. Ресейді айтсақ та болады. Бірақ Ресейді дамыған деп мемлекет айтып деп айта алмаймыз. Бүкіл Еуропаның мемлекеттері, Испания болсын, Ұлыбритания болсын, бәрін ОЕСР-дің бүкіл мемлекеттерін тізіп шықсам. Құн салығы жоғары, иә, оларда? Қосылған құн салығының бәрінде жоғары. Сіздер мына жерде алып алғансыздар, қай жерде мөлшерлеме төмендерін алып алғансыздар. Бірақ оны салыстырған кезде басқа салықтарды қарау керек. Мысалға бізде жеке табыс салығы бар, азаматтарға салынатын 10%. Қараңыздар, оларда қандай салық бар екен? 40%-ке дейін салық бар. Енді мына жерде білесіздер ма, не үшін шығарып отыр? Сондықтан мен айтып отырмын, мына есептегенде жалпы бизнеске мына тиімді мөлшерлемесі қандай? Жалпы бүкіл салықтардың, соны есептеу керек. Себебі қосымша құн салығы жоғары, қалған салықтар төмен. Немесе керісінше қосымша құн салығы мүлдем жоқ, бірақ басқа салықтары жоғары болды. Қараңыздар, мінекей мен көрсетейін, 48 мемлекет бар мына жерде. Кеңес одағында болған мемлекеттер бар, Еуропаның мемлекеттері бар, Азияның, Американың мемлекеттері бар. Салыстырған кезде жалпы төленетін салықтардың көлемі ішкі өнімге шаққан кезде Қазақстанда қараңыз 19,5% бұл. Халықаралық валюта қорының деректері, есептеулер. Бізден тек Түркменстан ғана төмен. Қараңыздар, мінекей Норвегия, Финляндия, Бельгия,
Германия, Словения, Швеция, Беларусь, Испания, салыстырсақ, Молдова, Литва, Япония, Жапония, кез келген Швейцария, Корея, Лихтенштейн бәрінде жалпы жүктеме жоғары. Яғни инвестициялық климатқа ол ешқандай әсерін тигізбейді ғой. Бізде жеңілдік көп, содан кейін айту керек. Жеке инвестициялық келісім деген нәрсе бар. Инвестицияның мөлшеріне қарай инвесторға келісім жасалып жеңілдік беріледі. Ол жерде корпоратив табыс салығын төлемейді, мүлік салығын төлемейді, жер салығын төлемейді 10 жылға дейін. Жақсы, енді біз мемлекеттер талқылап жатырмыз. Қараңыздаршы, мына жерде көрші елдердегі құн салығының мөлшері, Қырғызстанда 12%, Өзбекстанда 15-12%. Олар төмендеткен. Ресейде 20%, Қытайда 6-9-13, яғни ол жерде дифференциация бар, сараландыру бар, Қытайда. Енді Ресейде 20% дейміз, мысалға. Сіздер жаңағы дамыған елдер туралы айтып қалдыңыздар. Енді осы жерде пікірлеріңіз Ресейде 20% ғой. Бізге неге 20%-ға көтермеске дегенмен басқаша ғой. Қоса кетейінші, негізі 20% емес, қазір енді 12, ол қанша дейін көтерілетіні әлі белгісіз, талқыланып жатыр. Бірақ осы мөлшерлеме ол номиналды мөлшерлеме. Негізі ресми статистикаға қарасақ, бізде тиімді мөлшерлеме, яғни эффективная ставка дейді, 2,5%-ды құрап отыр. Ол яғни жаңағы жеңілдіктерге соған байланысты осы 2,5%-ын ғана төлеп отыр барлық бизнесде. Және менің көрермендерге түсінікті болу үшін енді қарапайым тілмен түсіндіруге тырысып көрейін. Бұл реформаның қосылған құн салығының қарастырылып жатқандағы негізгі бір мақсаты бұл қосылған құн салығының табиғатын қайтарып алып келу. Негізі бағана Нұрлыбек әріптесім басында айтып өтті, ол әр цепочкада дейді, әр этапта өзіңнің қосылған құнына ғана салыну керек салық. Ал қазіргі мына арнайы салықтық режимдердің көбеюіне байланысты қазіргі жағдай былай. Мысалы, мен ірі бір кәсіпорын болып, шикізатты бірнеше майда кәсіпорыннан сатып алам. Олар қосылған құн салығын төлемегесін, мен олар үшін 12%-ды мен төлеуім керек. Сонда бұл жанама салық түрінен маған тікелей салық болып, олар үшін мен төлеуім керек болып отыр. Бүкіл сатқан құнына төлеп жатыр 12%. Шекті түсіру бойынша ұсыныс, енді мен осы тақырыпты зерттегеннен кейін менің түсінгенімді айтып жатырмын. Қазір ол шектің қанша болатыны да әлі белгісіз. Әртүрлі нұсқалар қарастырылып жатыр. Шекті түсірудің ұсынысы ол жаңағы майда кәсіпорындар, олар да өзінің этапында сол қосылған құн салығын төлесе, мен сонда олар үшін төлемеймін, осы өзімнің қосылған құным үшін ғана төлейтін боламын. Сонда бұл қосылған құн салығының табиғаты деген осы. Осы жерде бір эксклюзив сұрайықшы экономика министрлігінен. Енді сіздердің ойларыңызша қанша болу керек құн салығы? Сіз айтып отырсыз ғой, 20% деп айтқан жоқпыз дедіңіз, бірақ біз көтеру керек дедіңіз. Бір сан бар ма нақты, айта аласыздар ма? Оны жаңа басында айттық қой, санды айту үшін қазіргі уақытта есептеулер жүргізіліп жатыр. Оның әртүрлі нұсқасы бар. Қазір мына нұсқа болады деп айтып қалсақ, оның дұрыс болмайды қазір, өйткені оның бәрі түпкі шешім қабылданған жоқ. Сондықтан бұл жерде мен нақты санды қазір айта алмаймын. Бірақ осы 20-шы ақпанға дейін айтылуы тиіс деп айтылды. Қаншасыншы ақпанға дейін? 20-шы ақпанға дейін. Диапазон бар ма? Қандай диапазонға енді? Диапазонды былай айтуға болады. Жалпы бүкіл салық жүктемені есептегенде айналымның 2,5-3% одан аспау керек. 4-5% болса бизнес бітеді сонымен. Сол жалпы, бірақ бұл тек қана қосымша құн салығы емес, жалпы мына салық жүктемесі бизнеске. Себебі бір жаңа дұрыс айтып кетті, бір мысалы салықты көтеріп, басқа салықты алып тастауға болады. Сонда жалпы құн жүктемесі сондай болып қалады. Сондықтан дәл қазір мына қандай болу керек деп сұрақтың өзіне қазір жауап беру қиын өте. Жақсы, дегенмен бір болжамды бүгін күттік. Талқы өте қызу болды. Сұрақтар көрермендерімізден өте көп келді. Келесі кездескенше.